Мереке қарсаңында тыл ардагерлеріне құрмет көрсетілді. Олар қан майданда жауынгерлердің қажеттілігін қамтамасыз етті. Осы ретте ұлы жеңісті жақындатқан батырлардың шаңырағына аудан басшысы Нұрсұлтан Бейсенбиев арнайы барды. Ардагерлермен емен жарқын тілдесіп, түрлі сый-сияпаттар табыстады. Олжан Темірболатова сұрапыл соғыста жауынгерлерге көмек қолын созған ардагер. Қаршадайынан талай қиыншылықты бастан кешкен әжей 16 жасында тылдағы тынымсыз еңбекке араласыпты. Бүгінде 90-ның 5-еуін алқымдаған ол немере шөберелерінің қызығын қызықтауда. Дұрыс қой. Соны жастар бағалар алса жақсы ғой. Бұрынғы шал кемпірдің өліп өсіп тыйылда еңбек етіп ішпей жемей бір сиырының қаймағын солдатқа деп жинап алып, семьяға жегізбей, сөйтіп өсірді ғой. Енді соны кейінгі жасар сол бұрынғы аталардың, ана соғысқа кеткен ағалардың арқасы деп қадірлеген жақсы ғой. Рахмет оларыңа, рахмет. Кейін аудан әкімі тыл ардагері Сайбол Мұқановтың шаңырағына бет бұрды. Ақсақал аудан халқын ұлы жеңістің 75 жылдығымен құттықтап, ақ батасын берді. Шаңырақтар болсын, бүгінгідей мерекелі болсын. Дастархандарың берекелі болсын, өмірлерің ғұмырлы болсын, өнерлі болсын, өркенді болсын. Әрбір аумақтың халқын суықта қорғаған, ыстықта аялатқан, ерен еңбектері ел есінде сақталған біртуар азаматтар бар деп жатыр. Сол азаматтардың, біртуар азаматтардың ішіндегі ең татымдысы бұл деп айтайын. Сондай-ақ еріктілер мен мекеме басшылары да ардагерлердің шаңырағына табан тіреп мерекелік сыйлықтарын тарту етті. Айта кетейік, ауданда 153 тыл ардагері бар. Бүгінде оның 28-нің көзі тірі. Зейнер Ғали, Жанас Қожырбаев, Атырау телеарнасы, Қызылқоға ауданынан. Сондай-ақ Жылой ауданының әкімі Азамат Бекет Ұлы Отан соғысының ардагері Қапес Ибраевтың үйіне арнайы барып мерекемен құттықтады. Ол бүгінгі бейбіт күн сұрапыл соғыста жанкешті қаһармандығы мен ерлік көрсете білген жауынгерлердің ерлігін атап өтті. Сондай-ақ ардагерге мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хаты мен мемлекет тарапынан бөлінген 1 миллион теңгені сыйға тартты. Өз кезегінде Қапес Ибраев құрмет көрсетіп жатқан аудан басшысына ризашылығын білдіріп, ақ батасын берді.